Баршаңызға сәлем, сіздермен жүз кеңес денсаулық арнасы. Бүгін мен сіздерге жантақ өсімдігінің емдік қасиеті және осы өсімдіктен алынатын балдың адам денсаулығына пайдасы туралы ақпарат беретін боламын. Денсаулығыңызға қажетті пайдалы ақпараттар мен кеңестер және де халық емдері қажет болса, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Жантақ бұршақ тұқымдасының туысы. Оны бұталы немесе көп жылдық шөптесін өсімдіктер қатарына жатқызуға болады. Жантақтың гүлдері қызыл түсті, гүл сабақтары ұзын, гүл тостағаншасы қоңырау сияқты әрі тістері бар болып келеді. Жантақ тамыры арқылы көбейіп отыратын көп жылдық өсімдікке жатады. Оның тамырының ұзындығы 25-30 сантиметрге дейін жетеді. Жантақтың кейбір жапырақтары түрін өзгертіп тікенге айналады. Жантақ өсімдігі тамыз айында гүлдейді. Қыркүйек-қазан айларында масақ түсіп дән байлайды. Оның дәні құрғақ, қоңырқай түсті, бұршақ тәріздес дәмі қышқылтым болып келеді. Бұл өсімдік шөлейт жерлерде өседі. Жантақтың түрлері көп. Америка шөлінде 7 түрі, ТМД елдерінде 5 түрі, Қазақстанда 4 түрі кездеседі. Жантақ өсімдігінің биіктігі 40 сантиметрден 120 сантиметрге дейін барады. Қазақстанның Каспий, Арал, Ембі, Ертіс, оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Мойынқұм, Іле-Шу, Балқаш, Алакөл аймақтарында өседі. Қазақстанның оңтүстік және орталық аймақтарында қырғыз жантағы және сирек жапырақты жантақ түрі. Ал республикамыздың батыс бөлігінде парсы жантағы көп кездеседі. Жантақ өсімдігінің емдік қасиеттерін халқымыз ерте заманнан-ақ пайдаланып келген. Біздің оңтүстік аймақта өсетін жантақ түйетікен деп аталады. Оның себебі түйе малының ең сүйіп жейтін шөбі болғандықтан верблюжья колючка деп те атап кеткен. Жантақ шөбінің тамырының да және оның сабақтары мен масақтарының да емдік қасиеттері мол. Жантақ өсімдігінің құрамында С витамині, каротин, эфир майлары, гликозидтер, флавоноид, сапонин заттары, қант, суда еритін органикалық заттар, С және К дәрумендері, бояғыш заттар және шайыр кездеседі. Медицина саласында жантақтың жер бетіндегі бөлігі пайдаланылады. Жантақ сабақтарын құрғатып, ұнтақ күйінде дәрілік препараттар жасайды. Жемісі мен тамырынан дәрі-дәрмек өндіреді. Жантақтың іш жүргізетін, несеп айдайтын, тер шығаратын, өт жүргізетін және қабынуға қарсы әсер ететін қасиеттері бар. Жантақ өсімдігінің жапырақтары мен бұтақтарынан жасалған тұнбаны жөтел басатын дәрі ретінде және бүйрекке, қуыққа тас байланғанда пайдаланады. Жантақтың тамырынан жасалған дәрілер геморрой түйіндерін, дене сыртындағы жарақаттарды емдеу үшін қолданылады. Жантақтың жаңа гүлдеген кезінде гүлін жинап алып, суға қайнатып, асқазан, ішек ауруларына қарсы ішеді. Жантақтың тамырында суға қайнатып тізе, буын ауруларына, жүрек соғысы нашарлағанда және тамақ ауруларына да ем ретінде пайдаланады. Ол үшін 20 грамм тамыр үгітіндісін 300 грамм қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 30 минут бұқтырып, сүзіп, ас алдында әр жолы 3 ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Мұны бүйректе тас құм байланса, жүрек қызметінің нашарлауынан денеге ісік шықса, ас алдында 1 ас қасықтан ішеді. Күніне 3 рет. Жантақтан қайнатпа, яғни отвар жасайды. Ангина, экземаларды, әйел адамдардың спецификалық ауруларына қарсы асқазан язвасында қолданады. Жантақтың суыққа қарсы, ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар екен. Іші қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кептіріліп, ұсақталған тамырының 2 шай қасығын 1 стакан қайнаған суға араластырып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Содан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Бұл қайнатпа ішті жүргізіп, іш қатуын болдырмайды. Сондай-ақ жатыр мойнының эрозиясы, іріңді отит кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек. Ол үшін 500 мл қайнаған суға жантақтың 4 ас қасығын салып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Сонан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз.
Дегенмен қайсы бір емді пайдаланбас бұрын өзіңіздің емдеуші дәрігеріңіздің кеңесін алғаныңыз жөн. Бүйрекке тас түзілгенде, құм пайда болғанда жантақ шөбінің тамырының 20 грамын 1 стакан қайнаған суға салып, жарты сағатқа жуық уақыт тұндырып қоямыз. Содан кейін сүзіп алып, күніне 3 рет бір ас қасықтан ішіп жүру қажет. Зәр шығара алмай қиналатын адамдар, терлемейтін және өті толған адамдар осы тұнбаны күніне 3 рет 4-5 қасықтан ішіп жүрсе жақсы болып кетеді. Айта кететін бір жайт, жантақтың тамырын ем ретінде пайдалану үшін күзде жинаған жақсы. Табиғатта түрлі өсімдіктерден жиналуына байланысты балдың да түрі өте көп. Адам ағзасы үшін әсіресе жантақ гүлінен жиналған балдың маңызы зор. Сондықтан да бал жинаушылар мен оның қасиетін жете бағалайтын тұтынушылар жантақ балын балдың төресі деп атайды. Жантақтың оңтүстік өңірде көп өсетінін ескерсек, балдың төресін осы жақтан табу қиын емес. Түсі ақ немесе ашық, янтар түсті, иісі ерекше хош иісті, бұл балдың түрі глюкозаға бай. Дәмі өзге балдардан кермектеу келетін ол іш құрылысы, тыныс алу органдары ауруларын емдеуге және артық тұзды ыдыратуға септігін көп тигізеді. Суық тигенде, тұмау кезінде оның құрамындағы антибиотикалық заттар аурумен күресетін бірден-бір табиғи дәрі. Сонымен қатар ревматизм аурулары мен ағзадан улы заттарды, яғни токсиндерді шығаруда, ағзадағы микробтарға қарсы таптырмас көмекші. Жантақ балын тұрақты тұтынсаңыз, баспа, яғни ангина ауруынан құтылуға да болады. Жантақ балының калориясы жоғары, оның құрамындағы көмірсулар мен глюкоза 85%-ға дейін жетеді. Сондай-ақ құрамында В, Е, К, С витамині, каротин мен фолий қышқылы, микроэлементтер, антиоксиданттар мен басқа да биологиялық белсенді заттар көптеп кездеседі. Жантақтың шөлді, таулы, сор далада өсетінін ескерсек, жантақ балы экологиялық таза, адам тіршілігінен алыс аймақта жиналады. Құрамында ауыр металдар мен түрлі улы заттар болмайды. Бал ешқашан бұзылмайтын, айнымайтын тағам. Мемлекеттік стандарт бойынша 20 градустан жоғары емес температурада балды 1 жыл сақтауға болады. Алайда дұрыс шартта дәмдік және пайдалы қасиеттерін жоғалтпай, балды бірнеше жылдап сақтауға болады. Егер балыңыз кристалдана бастаса, онда қорықпаңыз. Жалпы балдың пайдасы, қасиеті жайлы көп деп айтуға болады. Оның әр ауруды емдеуде, косметикалық мақсатта пайдалануда өзінің қолдану мөлшері мен әдістері көп. Егер балды иммунитетті күшейтіп, ағзаны тазалау үшін қолданамын десеңіз, күнде таңертең 1 стакан жылы суға 1 шай қасық балды араластырып ішсеңіз болады. Асқазан, ішек жолдарын емдеймін десеңіз, таңертең аш қарынға 1 шай қасық балды жалап, жарты сағатқа дейін ештеңе жемеңіз. Суықтап, тамақ ауырғанда жылы сүтке араластырып ішсеңіз, суықты шығарады. Балдың қатты терлететін қасиеті бар. Сондықтан оны емдік мақсатта пайдаланып жүрген болсаңыз, жылы жүргеніңіз абзал. Балдың таза екенін тексергіңіз келсе, 1 стакан ыстық емес жылы суға балды салып араластырып көріңіз. Таза бал суда еріп кетпейді. Қанша араластырып қозғасаңыз да түбінде тұнып қалады. Сондай-ақ балды қағазға тамызып көріңіз. Егер қанша уақыт өтсе де қағазға жайылмай, бастапқы формасын сақтаса, балыңыз таза деген сөз. Жантақ балының ақыл-ой қабілетін дамытатындығын зерттеушілер дәлелдеген. Себебі өсімдік құрамында каротин, эфир майлары, глюкозидтер, С және К дәрумендері кездеседі. Жантақ түйе малының сүйіп жейтін азығы болғандықтан, ауыл тұрғындары бұл өсімдікті гүлдеп, дән байлаған кезде орып, жинап алады. Жантақ шөбінің көптеген ауруларға ем екендігін және балының да сондай қасиеті бар екендігі туралы атап өттік. Сонымен қатар оның зәр айдайтын, қызуды басатын және де құрғақ жөтелге қарсы ем бола алатындығы туралы да атап өттік. Ауырып сырқаттана бастасаңыздар, дәрілік препараттарға жүгінбес бұрын өзіміздің халықтық әдістермен
табиғат анамыздың бізге тартқан емдік шөптерімен емделіп көріңіздер. Ақпарат сіздердің кәделеріңізге жарайды деген ойдамын. Алайда қандай да бір емді бастамас бұрын өзіңіздің жеке дәрігеріңізбен кеңесіп, жеке денсаулық жағдайыңызды ескеріңіз. Дендеріңіз сау болсын.